Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез жасалатын әрі тойымды болатын кез келген дастарханыңыздың сәнін келтіретін салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал бисмилля деп жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен қайнатылған картоптарымызды төртбұрыштап ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға салып, піскен тауық етінде дәл картоптарымыз сияқты төртбұрыштап ұсақтап турап алатын боламыз. Қой етін, сиыр етін пайдалансаңыздар да болады. Енді балғын қиярымызды да дәл солай турап аламыз. Бұл қиярдың орнына тұздалған қиярды пайдалансаңыздар болады, өз еріктеріңізде. Енді жұмыртқамыздың сарысын ағынан ажыратып аламыз. Ағын төртбұрыштап ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға салып, жаңа бөліп алған жұмыртқаның сарысын осылай шаншықпен езіп аламыз. Үстінен 4-3 ас қасықтай майонезімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз бұдан да дәмдірек болу үшін консервідегі жүгеріні қосамыз. Барлығын салып жібермеңіздер, кішкене бөлігін алып қалыңыздар. Енді жаңағы майонезімізді салып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Менің тұз салған видеом түспей қалыпты, сіздер ұмытпай салыңыздар. Енді тарелкемізді алып, үстінен осындай дөңгелек формамызды қоямыз. Кез келген форманы қойсаңыздар болады. Менде форманың көлемі 16 см. Салатымыздың бетін осылай жақсылап тегістеп аламыз. Енді әсемдеуге көшеміз. Ол үшін бір дана қиярымызды картоп, сәбіз, ашығыш осындай затпен жақсылап, ұзыншылап кесіп аламыз. Пышақтың орнына осындай дүниені пайдаланғандарыңыз ыңғайлырақ. Енді қиярларымызды ортасынан екі бөктеп, бас жағын кішкене дөңгелетіп, гүл жасайтын боламыз. Егер гүлдеріңіздің жиі болғанын қаласаңыздар, дәл осы ұзын қиярдың ортасынан бөліп, жиі қойып шықсаңыздар болады. Енді ортасына жаңағы алып қалған жүгерімізді салып аламыз. Кішкене тегістеп, реттеп жібереміз. Неге қараңыздар, қандай әдемі салат шықты бізде. Жасалуы оп-оңай, бірақ түрі сондай қымбат салатқа ұқсайды. Дәмі де ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, бір рет болсын жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.